Тоқтабай ака. Батарея сүйіп тұрады. Жақсы. Сізді бірақ бір кинода көрген сияқты. Мынау стена не үшін десе, темір торымен. Достар, мынау андай төте жол екен. Мынау сарайдан бірден есіктің алдынан шығып кету үшін, мысалға, хатшылар, уәзірлер. Бәріңізге ассалаумағалейкум, мен Мұхаммед Ханафия, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен Бұхара қаласындағы ескі шаһарлардың біріне келдім. Мысалға айта кететін болсам, мынау артындағы тұрған үлкен мұнара, оның биіктігі 48 метр. Бұл мұнарада бір уақытта 3 адам азан шақыратын болған. Және де көптеген осы Бұхара хандығының көптеген тарихи жайттарын айтатын болам. Және де Бұхара бұл ескі шаһардағы көптеген музейлерді көрсететін болам. Бұл жерде 15-ші ғасырда салынған мешіттер де бар, медреселер де бар, және де хан сарайын көрсететін болам. Ханның қай уақыттарда қандай посолдармен және де қай уақыттарда Ресей шапқыншылығына тап болғанын айтатын болам. Менің каналыма қош келдіңіздер. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Nasıl, niyetim olmaz. Bu yıl bormaldım, bu yıl boramaz. O pırılastını bergen baka. Bu жерде қанша жылдан бері жұмыссыз? Ben veremem. 92 yıldan beri. Осы жерде ма? Осы жерде. Есіміңіз кім дедіңіз? To'xtaboy. To'xtaboy. Muhammed Haнафия. Bakma dedi. Olmaz davay. Ben onu ver ha, şunu gap koyup. Bak onu kudumcumayım ha. Bir kinoda көрген сияқтымын да, бір кісіге ұқсап тұрмын сізді. Жақсы, сау болыңыз. Достар, мынау мешіттің мынау төбесіне айна қойып қойған. Мынау екі жанында нелері бар, андай лампыны тартып көтеріп түсіріп тұратын подшипниктері бар, андай арқанды тартатын. Бұл айна неге десе, мынау мешіттің түнде осы арқылы мынандай шамдарды көтеріп қояды да, айнаның жарығымен осылай сәуле түсетін болған, жарық түсетін болған ше. Қалай, қызық. Ішіне келіп көретін боламыз қазір. Бұл мешіттің ішінде 8 есік бар екен. 8 есік. Типа андай жәннаттың 8 есігі бар деген сияқты жасап қойған. Бұл мешітке кірген адамдар өзінің жәннатқа кіргендей сезінсін деп осылай әдейі 8 есік қойған екен. Бұл мешіт 18-ші ғасырда салынған екен. Бұл жерде көптеген нәрселер сақталып қалған. Қазір соны көрсететін болам. Кітаптар. Бұл кітаптарды жазушылар Құраннан аятты келтіріп жазған осыған. Достар, мынау кітап осы жерде жазылған екен. 1001 түн ертегісі туралы жазылған кітап екен. Мен ол кітапты вообще оқыған да жоқ. Әйтеуір 1001 түн ночь деген естуім бар, әйтеуір сол осы жерде жазылған екен, айту бойынша. Бұл кітапты арнайы адамдар өздері қолдарымен жазатын болған. Қараңыздар қалай. Әдейі жазған. Ешқандай қисық-мисық емес, қалай жазған, иә? Бұл кітаптарды жазушылар жазатын болған, яғни каллиграфтар дейді. Бұл жазу үшін, осындай кітаптарды жазу үшін бірінші медресені 5 жыл бітіру керек екен. Яғни бірінші мектеп, одан кейін ол кездерде өзінің бір арнайы мектептері болатын болған ғой. Сол мектепті бітіреді, одан кейін 5 жыл медресені бітіреді, 5 жыл медресені бітіріп білім алып болғаннан кейін осындай жазуға кірісетін болған, осындай кітаптарды жазатын болған. Қазіргі университет сияқты ғой енді. Ал мынау құжат арабша жазылған.
осы мешіттің құрылғанын растайтын құжат екен. Сол кездегі адамдар осындай кішкентай Құран кітаптарды тасып өзіне алып жүретін болған. Мынау қамшы. Бұл қамшымен адам саба алмайды. Яғни бұл қамшыны анау дарбазаның алдында бұл қамшы ілініп тұратын болған. Ал бұл құлып. Анау дарбазаның құлпы бұл оригинал сақталған. Бұл құлпқа 300 жылдан асып кеткен екен. Ал бұл сол кездегі канализация құбырлары табылған. Мынау Қоқан хандығы, Бұхара хандығы, Хива хандығы үшке бөлінген. Орыстар мен Қоқан хандығы соғысқан, Бұхара хандығы соғысқан, единственный Хива хандығы соғыспаған. Бұлар бір келісім шартқа отырып, өз еріктерімен берілген. Яғни негізі Қоқан хандығында да үлкен қамал болған, бұлардан да Хивадан да үлкен мықты қамалдар болған. Оның барлығын орыс шапқыншылығының кезінде жойып, түгелдей өртеп жойып тастаған. Мынау Бұхара хандығының да қамалының өзі Бұхара хандығы 3 гектар болған, 4 гектардың 3 гектарын жойып, өртеп жоқ қылып жіберген. Қазіргі остаткілері бар, оны көрсететін боламын сіздерге. Сол кездегі сауыттар. Мынау Бұхараның премьер-министрі. Сол кездегі. Бірақ бұның атын ешкім білмейді екен. Бұны қалай премьер-министр екен, кім білді деп мысалға сұрақ қоюы мүмкін. Любой адам, мен де сұрақ қойдым солай. Қалай бұл премьер-министр десем, бұның үстіндегі званияларына қарап айырған екен. Үстіндегі тағылған медальдарына қарап премьер-министр екен. Бірақ ешбір кітапта ешқандай аты, ешқандай жазылмаған кім екен. Бұхара армиясы. Сол кездегі Бұхара армиясы. Бұл суреттердің бәрі достар оригинал, шынымен түскен суреттер. Бұл суреттер где-то бір 1920 жылдар түскен суреттер. Сол кездегі армияның пайдаланған мылтықтары. Армия 35 мыңнан тұрған және 3 жасаққа бөлінген екен. Жаяу жүрушілер, артиллерия, тағы да бір топқа бөлінген екен. Осы Бұхара хандығындағы главный врач. Бұл кісі хирург болған екен. Мынау больницасы. Бұл больница болған, бірақ орыс шапқыншылығының кезінде жойылып кеткен. Латуннан жасалған бұл құрал жабдықтары өзінің врачтың. Бұл жерде Россиядан, Грузиядан, Великий Британиядан көптеген посолдар келген. Бұхара хандығына бірге жақсы қарым-қатынаста болу үшін, сондай сыйластықта болу үшін көптеген посолдар келген. Яғни қай жерде келген, кіммен келген, ол посолдарды осындай кітапқа жазып отыратын өзінің қазылары болған. Кіммен келген, не мақсатта келген және қандай сыйлықтар алып келген, қандай алыс-берістер болған, барлығы толықтай осы жерде жазылған. Кітаптарда келтірілген. Қазір хан сарайына барам. Тоқтабай ака. Батарея тұрады. Жақсы. Қақаннан олырсаң. Қазақстанда кездесейік. Құдай қаласа. Келіңіз, қонақ болыңыз. Под Новый год Бесовкаға барамын. Сізді бірақ кинода көрген сияқты. Жақсы сау болыңыз. Қазір хан сарайына баратын болам. Мынау хан сарайы. Бұл жерге 300 жыл болған.
бұл жерге 300 жыл болған. Барлығын осы жерде басқаратын болған. Ал мына жерде мына подвалында қазына болған. Қазына, яғни бүкіл жан-жақтан жиналған алтын заттардың барлығы осы жақта сақталатын болған. Адам мына жерден кіріп келетін болған. Алдымен мына стена не үшін десе, сіздерге түсіндірем. Мына бұл стенаның артында дым жоқ. Яғни адам осылай алдымен кіріп келеді да, ханның алдына дейін алдымен барады да, дәл солай алдымен, дәл солай қалай кірсе, дәл солай артынан шығып кететін болған. Нараға келіп, айналып барып қайтадан шығып кететін болған. Ал ханның алдында бұлай артқа қарай бұрылуға болмайтын болған. Қалай кірген солайынан шығу керек. Осы жерден бұрылып сосын қайтып шығатын болған. Қалай? Мына жолбарыстың сақталғанына 100 жыл болған екен. Осы Бұхара хандығы ең соңғы хан 1893 жылы Петербургке барған кезде осындай жолбарысты көрген, өмірінде бірінші рет. Одан кейін ол сол жақта 3 жыл білім алып, Петербургте 3 жыл білім алып келгеннен кейін осы жердегі, яғни осындай таспен жұмыс істейтін адамдарға осындай оймен түсіндіріп, примерно осындай болады, көзі осындай, басы осындай, түрі осындай деген кезде осы жердегі адамдар көрмеген, бірақ солай қылып ойып тастан осылай жолбарыс арыстан істепті. Бұл где-то 1896-97 жылдары істелінген тас болған, 100 жыл болған. Бұл хан, Бұхара ханы отыратын жер, тақ. Көптеген халықты осы жерде қабылдап, қандай басқа мемлекеттерден уәзірлер келсе, Россиядан посол келсе, Великий Британиядан посол келсе, осы жерден қабылдайтын болған. Алдымен кіріп ханның алдына барып, дәл сол алдымен кірсе, дәл солайынан шығып, анау стенаның артына барып, айналып қайтып шығып кететін болған. Сосын мынау ханның артында есік болған. Хан осы жерден церемония біткеннен кейін хан осы артқы есіктен шығып кететін болған. Бұл орыс шапқыншылығының кезінде бұл жер артын барлығын бұзып тастаған, соғыс кезінде. Қазір оны көрсететін болам. Артқы есігінің артында баня, гостиница, барлық ханның бүкіл жағдай жасалған сондай зданиялар болған. Оны қазір көрсететін болам сіздерге. Мынау ағаштар, бұл ағаштар қолмен істелінген. Единственный осы сарайда қалған жақ осы оң жақ бет екен, сақталып қалған. Мыналардың барлығы уже қолмен істелінген бұлар. Мынау ағаштар, стена бар, ағаш бар, бұлар уже 300 жылдан асып кеткен деді. Бұл жерлер хан тұратын жер уже. Хан осы жерден шығып, барлығына сәлем беретін болған. Достар, мына жерде архив болған. Бүкіл құжаттар, бүкіл документ не бар, осы архивте сақталатын болған. Архив екенінде көрініп тұр, темір торымен осы жерде сақталған. Сосын мына жерде осы пушкалардың оқтары, сосын катапультлардың оқтары бар екен, тастар. Мынау пушкалардікі ауыр ғой, темір. Анау катапультының тастары. Примерно мынаның біреу алыстан ұшып келетін болып, мына стенаға тиетін болса ше, мынаның өзі де ауыр ғой менше. Действительно, жаңағыдай қалаларды құлатады негізі. Енді бір о жерде бір катапульт емес, жоқ дегенде 50 катапульті болса, алыстан лықтырған кезде дәл жаңағыдай қаланы жоятындай шамасы бар деп ойлаймын, дәл осы тастардың ше. Мына Бұхарадан табылған, осы жерден табылған құтылар. Мынау жойылған стенадан қалған остатклер ғой. Сол кездегі Бұхара. Достар, мынау андай төте жол екен. Сарайдан бірден есіктің алдынан шығып кету үшін, мысалға хатшылар, уәзірлер бірден сыртқа жедел ақпарат жеткізу үшін осы жолмен шығатын болған, осы жолмен қайтатын болған ше. Хан сарайына прямой кіру үшін. Қазір оның алдынан қай есіктен шығатынын көрсетеді. Міне достар, мынау төте жол жаңағы көрсеткен. Осы төте жолмен түсіп
уәзірлер, мысалы көптеген жылдам хат таситын кісілер осы жолмен тез шығып кететін болған, андай сарайды айналмай. Мынау құрал жабдықтар сол кездегі шаруашылықтың құрал жабдықтары болған. Садақтың оқтың ұштары, бұйымдары әшекей мойнына тағылатын. Сол кездегі пайдаланған ыдыстары, қазандар. Достар, міне мынау есік бағана көрсеткен хан тағының артындағы жасырын есік. Осы жақтан шығып кететін болған. Міне осы жақтан шығып, мына жерде үлкен, примерно осы жерлерде өзінің гостиницасы болған. Сосын анау ортада баня болған, үлкен хамам, анау ар жақтағы старый осы қорғанның старый несі қалған стеналары. Ал мына жақтағы мешіт, бағанағы көрсеткен мешіт. Дәл осы жерлердің барлығы орыс шапқыншылығының кезінде соғысам деп қаланы жойып жүрген ғой орыстар. Жойып, өртеп, жоқ болып жүрген вообще. Примерно осы тұрған стеналардың өзіне 300 жылдан асып кеткен. Жойып тастаған жерлердің барлығы 4 гектар. Қазіргі таңда 4 гектардың 3 гектарын жойып тастаған, 1 гектары қолданыста қазір. Енді археология, жаңағыдай музей, анау болып қалған 1 гектары ғана. Так, мен енді ана жақтағы тұрған қалаларға барам. Старый қалаларға барам. Мешіт 15 ғасырда салынған екен. Бұхара хандығы осындай тапсырма берген, осындай мешіт салу керек деп. Бұл мешіттің ар жағында медресесі де бар екен. Қазір сол медресеге барып көреміз. Ол медреседе әлі күнге дейін шәкірттер білім алуда. Осы медреседе әлі күнге дейін білім алады екен. Мына жерде бір бала кітап оқып отыр. Еуропадан, Франциядан, Италиядан, Испаниядан, Португалиядан көптеген туристер келеді екен. Бірақ соның көп 80% басымдылығы көптеген пенсионерлер екен. Әбден өз елдерінде жұмыстар бітіріп, енді демалудың рахатын көрейік деп жан-жаққа аралап, бүкіл мемлекеттерді аралап, осылай тамашалап жүреді екен. Қандай күшті. Біздің Қазақстандағы үлкен сондай пенсионер аға әпкелерімізге де, біздің Қазақстандағы сондай көке тәтелерімізге де, апаларымызға да сондай бұйырсын. Осындай пенсияға шығып, бүкіл әлемді аралап жүруді, бүкіл жер шарын аралап жүруді сондай бұйырсын. Құрметті көрермендер, осымен видео соңына жетті. Сіздерге Бұхара хандығының біршама тарихи жерлерін көрсеттім деп ойлаймын. Бұхара хандығының бірталай жерлерін жойып жіберсе де, Бұхара хандығы жалпы өзбек ағайындар орыс патшалығының өздерінің ғимараттарын келісімге келу арқылы сақтап қалған. Құрметті көрермен, біз де келісімге келейік. Маған тіркелейік және лайк басайық. Келесіде қандай мемлекетке барғанымызды қалайсыз? Комментарийға жаза кетіңіз.